Біздің 15-ші Татар гимназиясы 1992 жылының 1 сентябрьда ашылды. Бұл бина, ол тарихи бина. Бұл бинаның яшы уже 130 жылдан артық. 92 жылының 1 сентябрьда мұнда 83 бала бар еді. Шартлар юғыды, здание ташлаған халдайы, отырға партылар, ашқанада юғыды, коридорлар жеміріліп өткен линолеумлар, омен шартлар мұнда юғыды. Мен ешікні ашып кірдім де, дұрысыңын өткенде, мен мәктепте уже ішлеген едімді, бір жыл мәктеп директоры бар шағаным ауылда. Әзірәккіне қорқып та кеттім. Бұл мәктепні гимназияны тұрғызып болар мекен. Но мен өзіме мақсат қойдым. Татар балаларына, өзіміздің, аларға тілімізіне, ғұрып-ғадаттарын үйрету үшін шартлар тудыру. Ең бірінші мақсатым. Жеңсіз амбышқа тұтындым. 11 оқытушы бар ол вақытта, оқушылар. Анда мен рахмет етәскілі ол вақытта нешік отанлар құлық маған шушындай шортларда балаларына береге 83 баланы. Чүнки етәм бет, язарға милда бір нәрсе еғой. Әкірініп мен мақсат қойдым 5 жыл ішінде бұл гимназияны шорткына түгіл, кадрларда керек. Екі тілді білген, татарша, русша білген кадрларда керек. Шуңа көре, мына 5 жылда мен ғыммен ел ярымда мен ошқананы ясап қойдым. Чүнки балалар ошамыша оқытырға ауыр. Ғыммен мұнда етірі керек бізге и администрацияда болышты, министерствода болышты, конгресстарда болышты, түрлі яқтан ердем айтыра керек. Менә мұнда біздің заводлар бар, сантехпер бар директоры Әнвәр Мұхаммед Кадырович біле бик әйбәт. Бұл да бізге шу гимназияны тұрғызуға бик зор ішләді. Бұл ауыр, біз кейініп көтерек суық еді. Тегінде келебіз отопление шартлы или канализациялы. Онмен менә мұнда әйтәмет менің оқытушылар біле біз дұрыстығын әйткенде келіп, даже шелеклер біле суларда тоғадырек. Ушындай шартлар болды. Мен етмеймін, аны бүтін оқытушыларда біле. Шуңа көре мен рахмет етәскейлі шул коллективқа оқытушылар құрықмейша бірсе тұршап кетмеді. Мына шу алған іші біз олғатып алып бардық. Башта шартлар бұлдырдым, аннары кадрлар. Бірге енді кадрлар қам шартлар кесімден еттік. Біз бүтін фәнлеріні татарша оқытарық. Мен өзім биографияны татарша оқыттым, биология һәм башқа фәнлерді татарша оқытылды. Чөнки менә бұл әзірәккіне егі бірден екзамен кіргәш, әзірәккіне, конечно, аталарының елері болды. Гимназия бик зор уңышларға ерішті. Менә 2022 жылда гимназияның 30 жылдық юбилейін өткәрдік. Бик матур өтті, уңышларда бик зор. Біз башта Қазанда ең яхшы мәктептер исәбенә кірдік. Анна республикада 2008-дә біз Мәскәүдә уже тоже неге кірдік. 30 ең яхшы мәктеплер арасына кірдік. Бик күп милли шаралар үткәрәбез. Біздің құрайшылар ансамблі бар, кружоклар, музыка мәктәбе. Онымен біз балаларға тырышабыз, өзіміздің тіліне һәм ғұрып-ғадәтләріне, музейлар бик зор ярдәм итә бізге онытмасқа һәм аларға жеткерге. Менің коллективқа рахмет әскелі. Коллектив бик көчлі. Менә соңғы елларда да біз бірдәм экзамен бойынша 20-21 оқу елда Қазанда 10-шы орындайық. Былтыр біз 5-шіге кірдік. Егіз тапшыру бойынша балалар. Har bir коллективта оқытушының һәм жетекшінің бір мақсат балаларға төплеме беруге, татар тілін үйретуге һәм ғұрып-ғадәтләрін үйретуге балалар. Алар біздің мектепні бітіргәч, алар біліп, бұл білгенләрін өздерінің балаларына жеткерге тиіс. Гимназияға келушілер саны елдан ярата. Аллаға шүкір. Чөнки шартлар толған. Менә балаларға оқытыр үшін bütün şartlarda doldurulgan. Her bir kamitте біздің мультимедиа оборудование, интерактивный тақталар барса да, мебеллер бик әйбәт біздің. Шуңа күрә Алла берсә, шушы алган эшләребезне дәвам итеп
балаларга билим бирәс килә төпле. Татар балаларын тәрбияләс килә. Татар балаларын тәрбияләп, аларны үстерәс килә. Менә укып бетергән балалар безнең әйтергә кирәк, рәхмәтлеләр безнең гимназия укыган өчен. Аны китапта да баралар, язылар китапка да. Чөнки мин горурланам шушы гимназиядә 30 ел эшләвемә һәм татар баласына, татар аңы, белеме һәм гореф-гадәт өйрәтүгә үзем бик шатмын. Чөнки кем бирергә тиеш? Без үзебез биргәч татар балалар үстерергә тиешбез. Уңышлар зур, әйтергә кирәк. Ул каршылыклар да күп була. Теге әйтергә кирәк, бөтенсенә бармый, әгәр дә укытучы һәм администрация үзенең планы булмаса, үзенең уйлаган фикерләре булмаса, аны үстереп булмый. Шуңа күрә Аллага шөкер, алда көннәрдә шулай эшләрбез дип уйлыйм. Әйтәм, бик күп конференцияларда без җиңеп чыктык, бик күп ниләрдә катнашабыз. Һәр бала ул әйтергә кирәк тырыша. Менә безнең гимназиядә ул үй атмосферасы. Без бер-беребезне хөрмәт итәбез. Балалар бер-берсен хөрмәт итәләр. Теге була бит ул теге әллә нинди нәрсә, группа нәрсәләр юк. Аллага шөкер, хөрмәт һәм ата-аналар да безнең бик әйбәтләр. Алар тоже ярдәм итәләр безгә. Безнең менә укып бетергән укучылар да бик күп безгә ярдәм итәләр. Рәхмәтләр язсыннар, исән-сау таза булсыннар, үзләре уңышларын эшләрендә эшләсеннәр. Безнең депутатлар да бар безнең чыккан. Безнең судьялар да бар, прокурорлар да бик күп безнең мәктәптә бетереп чыккан. Алар барысы да шул хәтле матур итеп үзләрен сайлап алган һөнәрләрендә бик матур итеп эшләп